Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағанынан да ғаламат істерге қауқарлы. Егер әйел еркексіз өмір сүре аламын десе, қателескені. Бірақ әйелім менсіз өмір сүре алмайды деп ойлайтын азаматтың ойы тіптен қате. Жаман және жақсы адамдар болмайды, тек қашықтықты дұрыс таңдауды естен шығармау керек. Бөтен адамды жоғалтып алам деп қорқып өмір сүргенше, өмір бойы өзіндікін іздеген абзал. Өз тәжірибенің 1 грамы өзгенің 1000 тоннасынан қымбат. Тәжірибе деген зор байлық, бірақ соған бүкіл жастық шағынды сарп ететінің ғана жаман. Уақыт ендемейді, әр қиындық сайын ыстық құшағын жаятын адам ғана емдейді. Жанында 5 жыл жүріп тани алмаған адамды 5 минут ұрыс кезінде анық көресің. Сізге сенген адамды ешқашан тастамаңыз. Өткенге қызғанышпен қарамаңыз. Жақсылардан кетпейді, жамандарға оралмайды. Оның жанында жүрек өзгені іздемейтін жартыңызды табу ең үлкен бақыт. Қашықтық кеңістіктен гөрі уақыттың еншісінде. Барынды сыпырып беріп, қолдағынан тұтас айырылғанда ғана шын азаттықты сезесің. Әдет деген өзгеше бір түйткіл. Адамға ең керегі ойланып таңдау мен қолмен жасағанын мойнымен көтеру. Білім деген даналық емес, даналық деген білімді кәдеге жарату. Барлық жамандық атаулының жауы ақша емес, қорқыныш. Жақсы көру мүмкін емес адамдар шынайы махаббатқа аса зәру. Адам тану саналының ісі, өзін тану парасаттылық, өзгені жеңген күшті, өзін жене білген ұлы. Әйел, тіпті қарадан шықса да хан қызына бергісіз болуға, ал тектінің қызы қарабайыр күнге айналуы ғажап емес. Бәрі де сүйген азаматының оған деген қарым-қатынасына тәуелді. Байлар екі түрлі болады. Бірі бай әйелге үйленіп байса, екіншілері байлықтың арқасында әйел алады. Табысты болудың ең жақсы жолы істейтін нәрсене ғашық болу. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан басталады. Түсіне қарап ішінен түнілме, күшіне қарап ісінен түнілме. Адамдар әділ болса, өмір әрқашан әділ. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл бөлме. Оралмайтын 3 нәрсе бар. Ол уақыт, айтылған сөз, мүмкіндік.